бір қарағанда бір қалыпты көрінетін мына шынайы өмірдегі күтпеген оқиғалар көп-ақ. Садыр қайта-қайта телефон соғып мезі қылатын. Енді ол аяқ астынан қайтыс болған соң оның орны ойсырап қалғандай. Енді ол өліп қалған соң ойлап отырсам, мен оның жанталасқан тіршілігінің байыбына бармаппын. Сөйтсем, ол баяғы студенттік күндегіндей мені курстас дос санап сырын айтады екен ғой. Ал мен болсам, қайнаған тіршілікте мұрныма су жетпей жүгіріп жүріп, осы кәрі қақпас көк мылжың қайдағы жайдағыны айтып, алтын уақытымды қор қылды ғой деп іштей наразы болып налитынмын. Енді ол мәңгілік оралмас сапарға кеткен соң, оған деген аяушылық сезімім оянып, адамдардың күнделікті өмірдегі қатыгездігі маған да тән екені қатты өкінтті. Көрші үйде тұрсақ та, Садыр қайтыс болғанын, оны бұрындай қорымына жерлеп тастағанын, тіршіліктің қамымен жүгіріп жүріп, тіпті білмей қалыппын. Курстас досымның тал бесіктен жер бесікке мәңгі қоныстанғанын арада бірнеше күн өткенде басқалардан естіп таң-тамаша қалдым. Бір сәтте Садырдың бүкіл өмірі кинолентасындай көз алдыма елестеді. Садырдың жұмыссыз қалып үйіне сыймай аласұрып жүргені, күні-түні маған звондап, сырын бөліскені, көп жылғы еңбегінің ескерусіз қалғанын айтып шағынғаны, маған сол кезде баланың бос далбаса бұлдыры болып көрінген. Сөйтсем, ол ер азаматтың ішіне симаған, ет бауырын өртеген күйігі екен. Сол күйігіне іштей өртеніп, маған сарқыла айтып, ішін жеңілдетпек болыпты ол байқұс. Сөйтсем, менің есуас досым, мен оны сырттай солай айтушы едім. Мен ойлағандай ессіз емес, ақылды адам екен. Садыр қайтыс болған соң үйіне барып, әйелі Райханға көңіл айттым. Ол есеп-қисаптың адамы, бухгалтер екен. Миында тек қана цифрлар, сандар ғана. Ол адамгершілік, аяулы сезім сияқты сезім атаулыдан жұрдай ма деп қалдым. Өйткені Райхан Садырдың қайтыс болғанына, мейрамханаға 300 мың кеткенін, жаназа шығарғанына молдаға 20 мың бергенін айтып, шығарған шығынын санап әлек болып отырды. Тіпті Райханға қарасаң, Садыр деген адам, оның қадірлі күйеуі қайтыс болғанын айтып, көзіне жас алғанын көргем жоқ. Ол дастархан үстінде жұмсаған ақшасын санаумен болды. Мен байқұс курстас досымның осы есеп-қисаптан мезі болып, рухани дос тауып, маған сырын бөліскісі келіп, күн сайын телефон шалатынын ұқтым. Сөйтсем, Садыр жалғыздықтан жалығып, рухани дос іздеген екен. Мен ол кезде күнделікті тіршілікпен шапқылап жүріп, қайдан білейін? Тек орны ойсырап, өзі мәңгілікке кеткенде ғана оның жан сырын түсінгендей болдым. Бірақ тым кеш еді. Өмір уақытша, жарық дүние, жалған дүние. Біз пенделер жер бетіне келген уақытша қонақтармыз деген әжемнің сөзі есіме түсті. Осындай ойға шомып отырғанымда Садырдың бухгалтер әйелі келесі есеп-қисапты бастап кетті. Садырдың 40 шағын ғана 30-40 адам шақырып өткізу керек. Жөнсіз ысыраптың керегі жоқ. Өйткені жерлеу рәсіміне шығын көп кетті. Бұлай қаржыны онды-солды шаша бермегенім жөн. Өлім бардың малын шашады, жоқтың көтін ашады деген осы. Құдайға шүкір, дүкеніміз бар, жоқ адам емеспіз. Бірақ шығынды азайтуға тиіспіз, қызым, деп жанында шешесінен аумайтын ені мен ұзындығы бірдей 4 қызына қарады. Беті табақтай, қарны қабақтай, күйеу баласы да бірдеменеден құр қалғандай ентеледі. Мен курстасымның қайтыс болғанына көңіл айтуға келіп, қаржы мәселесі туралы отбасылық жиналыстың үстіне түскендей ыңғайсызданып, тезірек кетуге асықтым. Ал Реке, көп уайымдамаңыз.
Тірі адам тіршілігін жасайды. Садыр жақсы адам еді, топырағы торқа болсын. Егер қандай да көмек керек болып жатса, хабарласыңыз. Мынау бата жасағаным деп 10 000 теңге ақшамды тілдей визиткамды ұсындым. Райхан 10 000 теңгені көріп, көзі шоқтай жайнап, қолымнан тартып алғандай шапшаң суырып алды. Райханның осыншама ашкөздігіне мен өзім кінәлідей ыңғайсызданып, сау болыңыздар деп тезірек сыртқа беттегем. Кешкі салқында сыртқа атып шығып, деп кеудемді кере демалдым. Салқын самал есіп, Садыр марқұмның артта қалған қаралы үйіне жабырқау көз тастап, аяғымды жылдамдата бастым. Осынау есеп-қисаптан басқа ештемені ойламайтын керенау әйелі Райханды ені мен ұзындығы бірдей төртпақ қызын, беті табақтай, қарны қабақтай күйеу баласын енді қайтып көргім келмей, алды-артыма қарамай үйіме жеткенше жіті адымдадым. Өз үйімнің босағасын аттаған соң ғана көз жасыма ерік беріп, қиялы есуас курстас досымды аяп, жылап алып, жаңағы есеп-қисаптан құтылғым келіп, салқын душ қабылдадым. Сонда ғана өн бойым сергіп, үстімнен ауыр жүк түскендей болып, жеңілдеп сала бердім. Жаңағы жалмандап, ағы көп, көзі алақтап, жау қуып бара жатқандай сытырлатып, судырлаған ақша санаған Садырдың әйелінің жексұрын бейнесі көпке дейін көз алдымнан кетпей, өн бойымды тітіркетіп, ойламауға тырыссам да, көпке дейін кір-былыққа батқандай жаман әсерден айыға алмадым. Байғұс Есуас досым әжептеуір ақын болатын, өте сезімтал, жаны нәзік жан еді. Екі жақсы қосылмас демекші, есеп-қисаптан бас алмайтын, сезім атаулыдан жұрдай, жұнттай семіз бухгалтер әйелге үйленіп, дүкен ашып, біраз байлыққа қол жеткізгенімен рухани байлыққа зәру болыпты. Сөйтіп, күні-түні мені мазалап, көкірегін керген сырымен бөліскісі келген екен. Ал мен бала-шағаны асыраудың қамымен шапқылап жүріп, бұл қиялы ақын досым неге маза бермейді деп іштен кейіген кездерім көп болатын. Бірақ сырттай сыпайылық танытып, арыз арманын тыңдап, уақытым жеткенше сырласатынмын. Алайда түн ортасында ұйқымнан оятып алып, өзін толғандырған жайтты айта бастағанда, сәке, жұрт ұйқыда жатқанда кісіні оятпай, асықпай хабарласқаның жөн ғой деп аздап ренжитінмін. Сөйтсем, жанында томардай болып ұйықтап жатқан топ толық әйелінен жан жылуын таппай, өз отбасы бар менен шапағат мейірім күтіпті. Бұралан соқпалы көп өмірдің көп жұмбағының бірі. Сәкеннің жан азабы жалғыздықтан жапа шегуі. Мен ол жағын Байғұс Есуас досым қайтыс болған соң мән жайды ой елегінен өткізіп біліп, мына жарық дүниедегі жанұшырған адамдардың қым қиғаш соқтықпалы, соқпақсыз сергелден өмірін, ішкі жан дүниесін рухани дос іздеп, шарқ ұратыны жайлы сөйтіп өзін түсінеді-ау деген адамды күндіз түні телефон соғып ығыр қылатыны, өз өмірінде өтіп жатқан ірілі уақты үлкен кішілі ойларымен бөліскісі келіп, жан таласатыны, осының бәрі пендешілік жалғыздықтан туындайтынын ұқтым. Негізінде адам жалғыз өзі нәресте күйінде шыр етіп, іңгәлап шығып, жарық дүниенің есігін ашады. Балалық бал дәурені өткен соң жастық шақты бастан өткереді. Қартайып, халы кеткенде суға кетіп, тал қармағандай өмірде қолы жетпеген ой арманына өкінеді. Жанашыр дос іздейді. Ішкі жан дүниесін түсінетін жан таппайды. Таппағанына өзегі өртеніп өкінеді. Ақыры соңғы демі бітіп, өкінішпен көз жұмады, өледі. Иә, бұл көп адамның басынан өтетін қалыпты жағдай. Тіпті атақты жазушы Лев Николаевич Толстойдың өзі өмірде бай мен кедейді теңестіретін әділеттік іздеп,
қолындағы байлығын кедей-кепшікке бөліп бермек болып, әйелі бала-шағасы барынан айырыламыз ба деп Лев Николаевичке қарсы шығып, ақыры үйінен қашып шығып, қартайғанда өкінішпен көз жұмған. Ал біз ондай алып жазушыға қарағанда жер үстіндегі тым қарапайым адамдар. Біз де әділеттік іздейміз, таппай шарқ ұрамыз, жолымыз болмаса өкінеміз, сәл жылт еткен үміт отына балаша қуанамыз. Сөйтіп жүріп, қамшының қысқа сабындай шолақ өмірдің шолтан етіп бітіп бара жатқанын көріп, есейіп ес жиямыз. Алайда тым кеш, ақтық демімізді таусылуға жақын екенін біліп, бітпеген істерімізді аяқтауға жан ұшырамыз, бірақ үлгермейміз. Өйткені адам баласының пешенесіне жазылған адам тағдыры мәңгілік шексіз тіршіліктің бір-ақ сәті, көзді ашып жұмғанша өте шығатын тым қысқа мерзім, көрген түстей жылт ете қалатын өтпелі уақыт, өткінші тағдыр. Сол арада ойға алған істің бәрін тұндыру мүмкін емес. Егер біразын іске асырсаң ерлегенің, қалған істеріңді болашақ ұрпағың, балаларың атқарар деп дәмеленесің. Солардың тілеуін тілейсің. Мен жетпеген биіктерге балаларым жетсе екен деп армандайсың. Бұл табиғи құбылыс, әр адамның басында болатын жәйт. Мен ойлаймын, мына жалған дүниені жалпағынан басып жүрген бай манаптарды да, айлығы шайлығына жетпей жүрген кедей-кепшіктің де теңестіретін екі кез көр, бір өлім. Тек о дүниеге аттанғанда ғана адам мәңгілік қонысына барып, тіршіліктегі уайым қайғы, ауру сырқаудан айырылып, мәңгі тыныш ұйқыға батады-ау деймін. Бір Алланың құдіреті осы жарық дүниедегі тіршілік атаулының барлығы өздерінің ең соңғы мекені қара жердің қойнауы екенін біле тұра, мәңгілік өмір сүретіндей жанашырады. Байлыққа, барлыққа қызығады. Опасыз жалған дүниені біле тұра, білмеген кейіпте өмір сүреді. Бәлкім, білместігі де жақсы шығар. Әйтпесе, ертең өлетінін біліп, сары уайымға салынса, өмірдің еш қызығы қалмас еді. Негізінде тіршіліктегі жарық дүние пенделердің уақытша мекені, ал мәңгілік мекені қара жер. Пенделердің мәңгі өмір сүретіндей жанталасқаны да дұрыс шығар. Сонда ғана олар біраз ойларын іске асырар, бірер кітаптарын жазып үлгерер, сөйтіп артына өшпес із қалдырар. Кім білсін?